70 жасқа толып отырған мерейтой иесі ардақты анамыз Сейдалиева Күнсұлу Мақсұтқызы 1952 жылы наурыз айының 16 жұлдызында Шымкент облысы Жетісай ауданына қарасты Қарақай елді мекенінде дүниеге келді. Кішкентайынан оқуға зерек анамыз осы елді мекендегі Қарақай орта мектебінің 1959 жылы 1-ші сыныбына оқуға қабылданды. 1969 жылы осы аталған мектепті бітіріп, Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай қазақ педагогикалық училищесіне бастауыш сынып мұғалімі мамандығына түсіп, 1972 жылы бітіріп, Шардара қаласына қарасты нөмірі 8-ші мектеп-интернатқа бастауыш сынып мұғалімі болып қабылданды. 1977 жылда ардақты әкемізді кездестіріп шаңырақ көтерді. Әкеміз Момынов Әбсаттар Бердалыұлы Шардара қаласындағы нөмір 1-ші автобазасында басшылық қызметін атқарды. Әке шешеміз бар өмірін бізге, балаларына арнады. Ардақты әкеміз бен анамыз 4 ұлды өмірге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Отбасылық жағдайға байланысты ата-анамыз ауылға көшіп келіп, анамыз Шардара ауданына қарасты Қазақ СССР-ның 60 жылдық елді мекеніндегі қазіргі Егізқұм жалпы орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып, талай шәкірттердің білімге құлшынысын оятып, өз еңбек жолын жалғастырды. Өкінішке орай, әкеміздің өмірі қысқа болды. Асыл анамыз өмірге келген балаларына әрі әке, әрі ана бола білді. Аяулы анамыз өз бақытын, қуанышын, өзі өмірге келген перзенттерінің қылығынан, қызығынан іздеді. Өнегелі өмір соқпағына сыйластық пен достықты ұлықтады. Осы шаңырақтың алтын діңгегі бола білді. Балаларына үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білу керектігін үйретті. Мәуелі бәйтерек іспетті анамыз бауыр етіп балаларын өсіріп, тәрбиелеп, білім беріп, ұлдарын ұяға қондырды. Ұлдары Ғалымжан, Ғани, Ербол, Нұрбол елдің азаматы болып, өз орындарын тауып, елге қызмет жасап жатқан жайы бар. Аяулы анамыз 4 қобыласы болған 4 перзентінен осы күнде 13 немере сүйіп отыр. Анамызға балалары мен немерелерінің ортасында ардақты ана, асыл әже атанып, айналасынан нұрын шашып, аналық бақытқа тоймай, аман есен жүре берсін деп тілейміз. Сіз біздің күнімізсіз жарқыраған, анадан қуат алған жарты ғалам, ғұны мен қасиеті тозбай тұғын, біз үшін ана деген алтын адам. Анажан, көп көрдіңіз қасіретті, бұл күнде көзіңіздің жасы кепті, орнында бар оңалар дегендейін, жаратқан шапағатын шашып өтті. Әкеміз бірақ мұны көре алмады, ішінде кетіп еді-ау көп арманы, әруағы оның сізге риза шығар, өзі еккен жайқалып тұр көк орманы. Біздерді жеткізем деп жан салдыңыз, ұйқысыз талай таңды қарсы алдыңыз, мың жасап үрім бұтақ ортасында, күлімдеп арамызда жүз жасаңыз. О, ана, неткен асыл тұлғасың, қиын кезде мұңдасың, қуанышты сәттерде өзіңсің тағы сырласың. О, ана, тірегімде, жүрегімде өзіңсің, айтатын әркез сөзімсің, өзіңсің ана, өзіңсің. Құрметті анашым, жүрек уақыттың ұшқыр қанаты, сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік бір белесі 70 жасқа алып жетті. Сіз осы кемелдікке тым жігер, жарқын көңілмен келіп отырсыз. Осынау жылдар ішінде өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайған алып бәйтеректей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болып отырсыз. Асыл анамызды мерейтоймен құттықтай отырып, өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз. Тілеуімізді тілеген, еркелігімізді көтерген Асыл апатайым, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймын. Әрқашан жанымыздан табылып жүргеніңізге рахмет айтамын. Жасыңызға жас қосыла берсін, нұрлы жүзіңізден күлкі кетпесін.
Әулетіміздің киесі, барлығымыздың ақылшымыз, жүзден астың жасымыз. Кірттерін азамат қып саналы, ұстаз ана дана бола алады. Ең бастысы ұстаз мынау өмірде ұлағат боп, ұлылық боп қалады деп ақындар жырлағандай, адамның жеке тұлға болып қалыптасуына алғашқы ұстаздың алатын орны ерекше. Өмірде анамнан кейінгі қадірлі жан болса, ол менің алғашқы ұстазым Күнсұлу апайым. Күнсұлу апай, сізді бүгінгі 70 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге бақ береке тілеймін. Алғаш қолыма қалам ұстатып, берген біліміңіздің арқасында мен өмірден өз жолымды тауып, бір мамандық иесі атанып отырмын. Мың алғыс сізге, ардақты ұстазым. Сізге деген борышымды өмір бақи бас иіп өтсем де өте алмаспын. Сізге шәкірттік сезіммен зор алғысымды білдіре отырып, күш қуатыңыз еселеніп, абыройыңыз асқақтай беруіне тілектеспін. Құрметті ұстаз, аяулы ана, Күнсұлу апай, бүгінгі келіп жеткен 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат тілеймін. Ең алғаш мектеп табалдырығын аттағанда қолымызға қалам мен әліппені ұстатқан, тәлім тәрбиемен білім берген ұстазға шәкірттік алғысым шексіз. Көңіліңізден шаттық, жүзіңізден жылулық кетпесін. Отбасыңызда аман бірлік болып, амандық саулықта ғұмыр кешіңіз. Ізгі ниетпен шәкіртіңіз Клара.